Алмұрттардың пісіп тұрған уақыты. Қазір осылардан жинап алып, бестің шайына тәтті дайындаймыз. Ал енді тәтті жасауды бастайық. Ол үшін ірімшік қажет. Жақсылап езіп алайық. 2 жұмыртқа, 2 қасық қант, сары май, қопсытқыш, 1 шай қасықтың көлемінде және ванилин. Азғантай ғана тұз, ұн салып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламын. Жаңа өнімдердің барлығының пропорциясын бұл тәттіні рилс ретінде шығарамын, сол жерде төменде жазып қоямын. Осындай жұмсақ қамыр болды. Әрі қарай 30 минутқа тоңазытқышқа қоямын. Салмасына ірімшік, қант, крахмал, 1 ас қасықтың көлемінде, 2 ас қасық қаймақ. Неке осындай масса болу керек. Алмұрт туралды. 2 қағаздың арасына салып, жұқа етіп жазып алдым. Неке жаңағы салмасын жағамыз. Енді алмұртты қойып шығамыз. Арасына қатырлыған шие салып жіберейін. Шетін осылай қайырып аламыз. Енді жұмыртқа жағып шығайық. Кейін 180 градуста қызып тұрған духовкаға 30-35 минутқа қоямыз. 5 минуттан кейін шығарамын. Тәттіміз дайын. Енді қанттың ұнтағын сеуіп жіберейік үстінен. Қараңыздар, қандай керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Парақшам өте пайдалы, сондықтан тіркелмеген жандар болатын болса, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Видеоны ұнап жатса лайк басып, бір ауыз лебіздеріңізді білдіре салыңыздар.